Құлағым сізде, әке. Сенің бойыңда үш үлкен мінің бар. Тыңда балам, ең әуелі сен жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Жайдақ су сияқтысың. Жайдақ суды ит те құс та жалайды. Кісіге қадірің болмайды. Екіншісі, көрінгенмен жақын боласың. Кісі талғамайтын желбегей жүргеннің қасына кісі үйірмейді. Ел алатын қылық ол емес. Ал үшінші мінің орысшылсың. Я балам, орысшылсың. Орыстың дұшпандығын ұмытасың. Әке, қолында құралы бар, бірен саранға тиетін, қойшы olan Жарлыбайдың бәріне пайдасы тиетін жайдақ суды артық деп білем. Екіншіңізге айтарым, қазақ ескі заманда бір қора қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы әйттесе өргізіп, шәйттесе жайылтатын болған. Бертін келе ел түйе сияқты болды. Шетіне тастап, шөктеп дауыстаған уақытта барып бетін бұратын. Ал енді әке, біздің заманымызда ел жылқы тәрізді болды. Мұны аққар көк мұзда етегін төсек, жеңін жастық қылуға жаралған жылқышы ғана бағалады. Еңбек сіңірген адам ғана басшы бола алады. Енді орысшылсың дейсіз. Егер өнерден қашсақ, онда надандық болар, әке. Ол жақсылық болмас. Мен өнер білім үшін ғана орысшылмын, әке.